Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен мына Жошы хан спектаклінің арналған бас киімдерді жалғастырамын. Суретшісі Ерлан Тұяқов, жас суретші. Соның ескесі бойынша міне Жошы ханның жолдасы Бектомыш ханымның бас киімі. Ол бас киім енді ерекше, біздің сәукелеге ұқсайды, бірақ көбірек моңғол, сол кездегі Шыңғыс ханның кезіндегі бас киімдерге келеді. Біріншіден бас киімімізді бастамас бұрын формасын, ескесін сызып аламыз. Біздің мына бас киіміміздің биіктігі 40 сантиметр болады. Одан да көп болуы мүмкін, но бірақ біз 40 сантиметр аламыз. Біз енді осы ескес бойынша мына бас киіміміздің натуральный величинасына, өлшеміне, биіктігін бәрін келтіріп сызып аламыз. Үстіңгі бөлік болғандықтан, оның ұзындығы 27-ден 30 сантиметрге дейін биіктікте болуы мүмкін. Артқы жағы ұзын, алдыңғы жағы қысқа болады. Ал астыңғы жағы бізде кәдімгі 6 иықты домалақ бөрік сияқты жасалынады. Оны мен алдыңғы сабақтарда бөрік туралы көрсеткен. Ал үстіңгі қабатын біз бөлігін осындай 30 ұзындығы, биіктігі 24-ден 27-ге дейін, даже 30-ға дейін жасап дайындап аламыз. Сырып, оны тігу керек. Әлі ол өзгеріске ұшырайды, өйткені бізде формасы кішкене алдыңғы қарай майысып тұр. Соған байланысты өзгертеміз. Бірақ сырып тігу керек, 2 қабаттап. Бірінші жаңағы бас киіміміздің астыңғы жағы 6 иықты бөрік сияқты қып, тігіп дайындай береміз. Енді бас киімнің үстіңгі жағы, енді ол бізде дүзу, арты дүзу, алдыға қарай кішкене майысқан. Соны біз формасын келтіріп, мына фетрімізден қойып сызып алып, оны кесіп аламыз. Ол үшін жаңағы біріншіден фетріміз 33, біз 30 болып еді басында, соны 33 қыламыз ұзындығын. Биіктігі бір 24 емес 27 сантиметрге дейін кетеді. Өйткені артқы жағы биігірек алдыңғы жағына қарағанда. Сол үшін артқы жағын 27 сантиметр қыламыз. Міне арқасы бізде дайын. Енді бұны біз жаңағы биіктігі 27 сантиметр, 24 емес, жаңа айтып кеттім. Ұзындығы бізде 33 сантиметр болады. Бұл артқы жағы болады. Енді бас киімнің төбе жағының бүйтіп осылай келетті, алдыңғы жағына бөлік лекал жасадық. Алдыңғы жағы осылай прямо болып келетті, аяқ жаққа қарай кішкене үлкейеді. Соны қазір біріктіріп, бір-біріне тігіп шығамыз. Міне осы жерге дейін бізде сызыққа дейін, үлкейгенге жерге дейін 23 сантиметр болады. Бұлай ұзындығы 30 сантиметр болады. Міне енді формамыз дайын болды. Енді оны қаптап тіккенін көрсеткім келген жоқ. Оны кәдімгі матамен қаптап тігілді. Енді оны өстіп бір-біріне, астыңғы мен үстіңгі қабатын бір-біріне біріктіріп тіктік. Аяқ жағына осы матаның өзінен
тесманың орнына қолдандық. Үстіне мынандай узорлы матадан узорын жасадық. Өз әдемі тура келді осы шапкаға арналған сияқты. Көрермендер, келесі видеомда мен Шыңғысханның Құлан ханымның бас киімін қалай жасауды көрсетеміз. Менің каналыма жазылып, батырманы басуды ұмытпаңыздар. Келесіде қызықты тағы видеолар болады.